Баршаңызға сәлем. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Осындай түрлі дәмді рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын. Небәрі бір-ақ жұмыртқадан таразсыз және де миксерсіз 20 минутта дайын болатын дәмі тіл үйіретін кекс дайындайтын боламыз. Керекті заттардың мөлшері бірдей болу керек. Ол үшін бір келкі бокал немесе кесе дайындап алыңыз. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып, үстіне шекерді салып, жақсылап ағарғанша араластырып аламыз. Одан кейін сүтімізді құйып, жақсылап араластырып аламыз. Үстінен сұйық майымызды құйып, толықтай араластырып аламыз. Келесі електен алдын ала өткізіліп қойған 2 пиала ұнымызды және де разрыхлитель қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін оны массамызға салып, толығымен араластырып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай қою масса болып шығу керек. Және де өзіңіз қалаған формаға, мен осы форманы қолдандым, бір ас қасықтан немесе 1,5 ас қасықтан қасықтың үлкендігіне қарай салып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пешімізде 25-30 минут пісіріп алатын боламыз. Және де әркімнің пеші әртүрлі уақытта қызатын болғандықтан тез немесе өте кеш пісуі мүмкін, қадағалап тұрамыз. Мінекей дәмі тіл үйіретін өте жұмсақ, барлығына ұнайтын пирогымыз дайын болды. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп кетіңіз, ас болсын.